Саламатсыздар ма? Біз қазір аспан сферасын зерттеуді әрмен қарай жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабақтарда өттік. Горизонтальды координаттар жүйесін, экваторлық координаттар жүйесін. Олар қозғалатын және қозғалмайтын нүктелерге байланысты. Ал бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз шырақтардың, яғни жұлдыздардың аспан сферасындағы тәуліктік қозғалысын өтеміз. Және шырақтардың жоғарғы және төменгі кульминацияларын айтып кетеміз. Ол үшін біз тағы да аспан сферасын сызайық. Мына жерде көріп тұрғандағыдай, бақылаушы центрде орналасады, яғни демек, бақылаушының көзі центрде орналасады, және оның қақ төбесінде зенит орналасады, дәл астында надир орналасады, оңтүстік және солтүстік нүктелер болады. Және біз қазір аспан сферасын Алматы қаласы үшін сызайық. Яғни географиялық ендігіміз 43 градус болады. Ол мына жерден 43 градустағы нүктені сызамыз. Центр арқылы өткіземіз. Ол кезде бізде P' немесе PN, PS деген солтүстік полюс және оңтүстік полюстерді табылады. Және міне екі нүктені қарастырамыз, ол әрине аспан экваторы болып табылады екен. Олар Q және Q' болып белгіленеді. Енді біз кез келген жұлдыздың тәуліктік қозғалысын қарап көрейік. Қазір бір жұлдызды аламыз. Айтарлық, мынандай бір жұлдызды таңдайық. Яғни, жұлдыздар әрқашан бірдей еңкеуде, яғни экватордан бірдей қашықтықта, қай кез болмасын, экваторға параллельді түрде қозғалады екен. Яғни, параллельді түрде әлем осін бір рет айналып шығады, бір тәулікте. Әлем осі деп отқанымыз мынау, темір қазық деп қазақшалап атайды, себебі аспанда темір қазық сияқты қағып қойған, және жұлдыздың бәрі соның бойымен айналады екен. Егер бұлай қағып қойған болса, жұлдыз осының бойымен бұлай айналып жүреді екен. Сол үшін темір қазық деп өте жақсы атаған екен. Осының қозғалысын көрейік. Осылайша, мына бір жұлдыздың бір күндік траекториясы шамамен осылай болады екен. Және тағы бір жұлдызды біз мына бір жерде белгілейік, ол дәл аспан экваторымен айналсын. Және тағы бір жұлдыз ол мына бір жерде айналып жүрсін деп есептейік. Егер жұлдыздың аспан сферасындағы тәуліктік қозғалысы математикалық көкжиекпен қиылысатын болса, онда ондай жұлдыздар шығып бататын жұлдыздар болады. Егер де математикалық көкжиекті қимайтын болса, біздің жағдайда мына бір жұлдыз қимайтын. Мына бір екі жұлдыз қиып тұр. Бұлай қимайтын болса, немесе жоғарырақ қимай өтетін болса, онда ондай жұлдыздар шықпайтын, не батпайтын болады. Біздің күн көкжиекті жылда қиып өтеді біз үшін, Алматы қаласы үшін. Сондықтан күннің шығып батып жатқанын біз анық бақылай алады екенбіз. Кейбір жұлдыздар, олар бізде 24 сағат бойы көрініп тұрады. Тек қана күннің шыққанына байланысты оның жарықтығынан көрінбей қалады. Егер де аспанда толық күн тұтылатын болса, кейбір түнде көретін жұлдыздарымызды да күндіз көруге мүмкіндік туады екен. Мысалы айтатын болсақ, біз солтүстік жартышарда орналасқан халық үшін жеті қарақшыны көру мүмкін. Бірақтан оңтүстік крес шоқжұлдызын көре алмаймыз. Дәл сол сияқты Австралияда тұрған адамдар, олар жеті қарақшыны мүлдем көре алмайды, бірақтан оларда оңтүстік крес шоқжұлдызы анық көрінеді екен. Енді жұлдыздардың шарықтауы жайлы айтамыз, яғни кульминациясы.
Жұлдыздардың кульминациясы, яғни шарықтау орындалу үшін үш түрлі негізгі шарт орындалу керек. Оның біріншісі аспан меридианасын қиып өту керек. Екіншісі ол егер биіктігі максимум болса, зениттік қашықтығы минимум болса, жоғарғы кульминация, және биіктігі минимум, зениттік қашықтығы максимум болса, онда ол төменгі кульминация болады. Ол қалай болады екен? Мына жерден қарап көрсек болады. Жұлдыз мына бір нүктеде және мына бір нүктеде қиып тұр екен. Аспан меридианасы. Енді қарайтын болсақ, дәл осы жұлдыздың биіктігі мына жерде 0-ге жуық болып тұр, ал мына жерде биіктігі математикалық көкжиекпен есептейміз, естеріңізде болса, онда биіктігі шамамен 89-87 градус аймағында болып тұр. Міне мына жерден біз көріп тұрмыз, бұның биіктігі максимум болып тұр осы жұлдыз үшін. Сонда жоғарғы кульминация, жоғарғы шарықтау орын алу үшін онда H максимум болу керек биіктігі, және Z минимум болу керек. Ал төменгі кульминация орын алу үшін, яғни төменгі шарықтау орын алу үшін, онда H минимум және Z максимум болу керек деген шарт орындалады екен. Сол кезде ғана бұл жұлдыздың жоғарғы және төменгі кульминациясы анықтай алады.